кейде мопассан, ақсақ кемпір. Жастағы бір көргеннің жұтқа қайтқан қозыдай ойыңа келеді де тұрады. Асық ұруды алғашқы құшқан жердей ойыңды еркелетіп сипайды. Талай жасқа келдім. 2 жасымнан біздің үйде жүрген ақсақ кемпір есімнен кетпейді. Тұрсам да, жалғыз қалсам да, ойымды жайлайды да тұрады. Ақсақ кемпір көрші ауылдан күнде таңертең біздікіне келеді. Үйді жинайды, ыдысты жуады, арқан жіп еседі. Үйде жүрген бойдақ жігіттердің киімін жамайды, кірін жуады. Қыс болсын, жаз келсін, күнде қылатын әдеті осы. Аузы басы, беті бәрін қаптаған жүн. Жүзіне қарасаң, қарсы қараған көк ешкі сияқты. Селдір де селдір. Түбіршік көк шаш шықпаған жүзінде оймақтай жер жоқ. Мұрында, танауда, иекте, бетте бәрін көк сақал басқан. Күзеген көк байталдың кертпе қылы екі қасында адасып барып, төске шығып қалған мұрт сықылды. Ақсақ кемпірдің жүргені өзге ақсақтың тербегеліне жатпайды. Ылдида сүрінген адамдай сау аяғына құлайды да сүңгиді. Жүрісі дауылда тербеліп, бұлқынған ілулі кір секілді. Жаулығы жүргенде шапқан ердің туындай терістік барып түстікке, шығыс барып батысқа қайтады. Күнде кемпір келіп ісіне кіріскенде, мен де жүгіріп қасына келемін. Қыс болса, қымтал мені жанына алады да, шешемдей-ақ еркелетеді. Мен де оны анамнан артық көрмедім. Саусақтарымен түлкіні қарбалаған қырандай суылдап жабу жамайды. Тері тігеді, шылбыр еседі. Аузы маған беріп, талайды ертегі етіп сөйлейді. Сонда шешем не айтады? Таңертең көршінің пұшық інгені ұйықтап жатқан майлы аяқтың құйрығын басып кетті. Майлы аяқ қаңқ етіп, інгенді қауып қалды дейді. Саған осы бір оқиға үлкен ертегі болып сезіледі. Аузым ашылып тыңдайтын едім. Қойшы іннен жұмыртқа тауып алыпты. Оны інге қандай құс туып кетіпті, апырай. Қойшы жұмыртқаны олжа еткен соң, байғұс құс зар қағып балапанын іздеп жүрау дейтін. Сол кезде менің көзіме баласын іздеп жүрген құс елестеп, әр нәрсені қиялдап кететінмін. Баласы жоғалған құс, сәби жоғалған анадай, көкірегі қарс айырылып, өкіріп жылап жатқан шығар деп ойлайтынмын. Жоғалып кеткен жолдаяқ өзі келді дейтін. Жолдаяқ түнде ауылды қайдан тауыпты деп мен таңданатынмын. Ақсақ шешем аяңшыл аттың тымақты алшысынан тастаған аяңдай сосылдап ісін істеп, осындай әңгімені ісіне қосарлап, желдіріп айта береді. Шешем нені сөйлесе де маған таудай көрінеді. Бір күні балалармен сырғанақ тебе кетіп, үйге қайтып келсем, ақсақ шешем сұлап жатыр. Сол кезде көргенім әліге дейін көз алдымда. Үйде ет бетінен жығылған, аяғын созып жіберген, бір қолында жамап отырған менің ішкі көйлегім. Қадалған инесі сол күйінде тұр. Ұзын, сау аяғы жұқа аяқтың астына кіріп кетіпті. Кір жаулығы сыпырылып қасында жатыр. Қыбырау басқан қияқтай қылып шашы үрпиіп тұр. Ойбай салып шырылдап, үйден шыға жөнелдім. Үлкендер жиылып келді. Ақсақ шешем өліп қалғанын солардың сөзінен білдім. Сондағы қысылғаным қаламмен жазып, тілмен айтып, бөтенге жеткізуге көнбейді. Жүрегіме шөгір кіргендей болдым. Жүгіріп тысқа шығып, қораның қараңғы түкпіріне барып, ымыртқа дейін жыладым. Әкем мені іздеп тауып үйге келді. Үйде әке шешеммен сөйлесіп, оташы отыр. Ол ақсақ шешемнің неден өлгенін сөйлейді. Мен түгінде ұқпадым. Оташы дәмге қарап біздікінде қалды. Оташының сондағы отырып сөйлегені тасқа басқан таңбадай ойымда қалыпты. Бейшара кемпір, сорлының ішіндегі ең сорлысы еді. Мен осы жерге көшіп келген күні аяғын сындырып ақсақ болды. Сонда жасы 17-де еді. Осы күні ақсақ кемпірді сол қызбен кім теңейді? Аяғы қалай сынғанын мен ғана білуші едім. Бірақ жан баласына ләм деп айтпадым. Марқұм өлді, енді сырын айта берсе де болатын шығар. Ауылда қарт бай молда бар еді. Әнеш қыз молданың үйінде киім тігіп, үйінің ішін жиысып қызмет қылды. Молданың туысқаны болып келетін бір жас жігіт те осы үйде тұрып жатты. Жігіт есімі Боздақ еді. Өзі сымбатты. Ауылдағы әйелдер қанша телмірсе де, жігіт бірде бірін көзіне ілмеді.
әнешті таңдап алып қашық болды. Қолы жетпеске қолы жетіп, әнеш те жігітті сүйеді. Бір күні ымыртта екі асық бір шатырда қосылады. Сол-ақ екен, молда екем шатырға баратын басқыштың есігіне келіп, «Боздақ бала, сен мұнда неғып жүрсің?» деп сұрады. Есінен адасқан боздақ, «Дем алайын деп едім» деді. Шатыр үлкен, іші қараңғы. Боздақ іргедегі түкпірге қызды итермелеп, «Бар да жасырын, әйтпесе мен өлдім» деді. Молда сыбырды естіп, «Сен жалғыз емессің ғой?» деп сұрады. «Жоқ, молдеке, мен жападан жалғызбын» деді жігіт. «Әй қайдам, біреумен сөйлескендей болдың ғой» деді молда күдіктеніп. «Ант етейін жалғызбын» деді боздақтың даусы дірілдеп. «Бойдақтың ақылы жоқ деген, саған сенбеймін. Қазір үйден шам әкеліп, өзім тексерейін» деп молда үйіне қарай аяңдады. Мұны естігенде боздақтың жаны қалмады. Қоянша қалтырап қызға, «Екеумізді ұстаса мен өлдім. Мені құтқара көр. Тезірек мына жерден қалайда қашып жасырын» деп жылады. Молда екеңде жылам екен. Шамды ұстап тез қайтып келді. Есікті сықырлатып аша бастады. Әнеш жүгіріп шатырдың тысқа қараған есігінен шығып, қораның төбесіне мінді. Боздаққа қарап сыбырлап, «Молда кеткен соң мені тыстан саты қойып түсіріп ал» деді. Сөйтті де есікті жауып, қарасын батырды. Молда түк те таппай, қайран қалып үйіне қайтады. Сүт пісірім уақыттан соң боздақ келіп, не болған маған айтты. Екеуміз шатырдан қызды түсіріп алайық деп қораға жетсек, қыз қимылсыз жерде жатыр. Шатырға мінген сәтте аяғы тайып жерге жығылыпты. Қырсық шалғанда сол түні жаңбыр құйып тұрған еді. Байғұстың жаны сірі екен. Аяғы үш жерден сынса да, молда естіп қояды, жігітке обал болады деп, үнін шығармай шыдап жатыпты. Сол сорлыны көтеріп мен үйіме алып келдім. Боздақ қалтырап қорыққан күйі жанына жоламады. Ілесіп те бірге келмеді. Өзі боз кемік біреу екен. Сынықтың сүйегі теріні тесіп, тікендей шығып тұр. Қыз тас болып бекіп алған. Тырс етіп дыбыс шығарып үндемейді де. Ауырғанда білдірмейді. Мені мықтады деп қана қояды. Әнештің әке-шешесін шақыртып, арбаны алып қашқан ат сындырып кетті деп оларға өтірікті соқтым. Бұл менің есігімнің алдында ғана болды. Өз көзіммен көрдім деп алдадым. Маған нанысты. Арба мен атты көпке дейін іздесті. Әнештің әңгімесі осы. Бұл Ақжүніс, Баян сұлу секілді әйелдің тобынан шыққан сұлу еді ғой. Әнеш боздақтан босқа жігітке асық болған жоқ. Байғұс қыздың жігіт атаулыдан көңілі қалды ма, білмедім. Одан соң жігітке қарамады. Пәктігі бойында өліп кетті. Мұнан сорлы кім болады? Әнеш қартайған соң Ақсақ кемпір деген аталды. Кім екенін білетін маған жылқы да бедеу, құс та қыран, әйел де қол жетпейтін ару еді. Әнештің тірісінде бұл сырды кісі баласына айтуға тілім байланды. Оташы осыны айтып тоқтады. Әкем бір-екі ауыз сөз сөйледі де, шешем жылады. Жүгініп отырып мен де жылай бердім. Есіктен ауыр нәрсе көтерген кісілердің дүбірі естіледі. Қарасам жұрт Ақсақ шешемді мазарға алып барады екен. Аударған Қыр баласы, оқыған Жиһаз Маманы.